my friends, what profession will you choose? Let's think together. Singer, accountant, nurse, architect, dentist, teacher, psychiatrist, baker, cashier, interpreter, or policeman. Hi everyone, I am Toғжан, I am 15 years old. I am a student in the 9th grade. What profession I will choose in the future? Some of my friends want to be doctors, others want to be lawyers, journalists, others want to become designers, IT workers. Choosing a profession is choosing your destiny. My favorite subjects are biology and chemistry. I like to help other peoples, and I want to be a doctor in the future. Let's interview a doctor. What qualities to have to be a qualified doctor? Баласы оқу бітіргеннен кейін білімді болу керек, сауаттылық болу керек, сонымен қатар тек қана біліммен ғана шектеліп қана қоймай, пациенттермен жақсы байланыста, этика, эстетика дейді ғой, барлығын қадан тартып тастана білуі дұрыс. Make it not like this. Make it drop like this. One time like this. Make it pop like this. Make it not. Мамандық таңдауда ізденіп жүредім. May I ask some questions? Who and what influenced the choice of this profession? Мамандықты таңдауыма мен бала кезден келдім. Негізі бала кезімнен, оқушы кезімнен өзіме осы сала ұнады. Бірден сол уақытта мен арманым болды киім дизайнері болу, және сурет салғанды жақсы көрдім. Ең басты себепкер болған менің сурет жақсы салатын қабілетімді ашқан бейнелеу пәнінің мұғалімі болды. Мектеп бітіргеннен соң ойланбастан сол мамандыққа оқуға түстім. Білікті маман болу үшін әркез ізденісте болу керек деп ойлаймын. Өз басым оқу керек, мастер-класстарға қатысу керек, жаңашылық қажет. My friend wants to be a pharmacist. Let's interview a pharmacist. Who is the pharmacist? Фармацевт дегеніміз ол медициналық заттарды шығарып, тасымалдап, осы халыққа, клиенттарға жеткізетін адамды айтамыз фармацевт деп. Фармацевт мамандығына түсу үшін биология және химия пәндерін таңдауымыз керек. What is the interest and the difficulty of this profession? Бұл мамандықтың қиындылығы әрбір пациенттің психологиялық тұрғыда оның қандай жағдайда екенін түсініп білуіміз керек. Мысалға, қай жері ауыратынын. This is the end of my journey to the profession. Dear young graduate, don't make a mistake in choosing a profession.